Қазақстанда аграрлық банк құру керек. Бұл Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасы төрағасының бастамасы. Тимур Құлбаев аграрлық банк бірыңғай экономикалық кеңістік аясында бәсекеге қабілетті болу үшін елімізге аса қажет деп атап өтті. Шаруаларды қолдауда бұл банк бірегей қаржы институты болмақ. Себебі ауылдық жерлерде тұратын сала мамандары қаржыға келгенде көп қиындық көреді. Жалпы бұл бастама бұған дейін де көтерілген, алайда ұсыныс қолдау таппаған болатын. Ал бұл жолы Тимур Құлбаев барлық дәйектемелерді келтіре отырып, аграрлық банктың біздің елге аса қажет екенін түсіндірді. Бұдан бөлек жиында ауыл шаруашылығын өрістету үшін кәсібін дөңгелетем дегендерге қосымша көмек берер, мемлекеттік емес шағын несие беру ұйымын құру мәселесі сөз болды. Жылына 10 миллиардтан астам бұндай қаржыландырып отыр. Бірақ та бұл жерде проблема, бұл тек қана мемлекеттік бюджеттің қаржысынан болып отыр. Бұл жерде айтылған сөз, бұл нарыққа, бұл секторға тек қана мемлекеттік қаржыны емес, басқа да секторлың қаржысын қаржыландыруымыз керек.